сендер міндетті түрде жақсылыққа адамдар шақыруларың керек. Міндетті түрде. Міндетті түрде бір дұрыс емес қоғамда істі көрдіңдер ме, оның алдын алуларың керек. Одан қайтаруларың керек. Немесе олай жасамасаңдар дейді, Алла тағала өзінің тарапынан бір сендерге жазаны, азапты, сынақты жібереді. Сендердің жақсылыққа шақыруда, адамдарды жамандықтан тыюда немқұрайлы болғандарыңның кесірінен Алла тағала өзінің жазасын сендерге барлығына жібереді біріншіден. Сосын Аллаға жалбарынасыңдар. Раббым, мына проблемадан мені құтқар. Ойбай, қоғам не болып кетті? Не жазық қойдық деп Аллаға жалынасыңдар. Бірақ дұғаларың қабыл болмайды о кезде дейді. Демек, ізгілікке жаршы болмайтын қоғам Алланың құзырында дұғасы қабыл емес оның. Яғни ізгілікке, жақсылыққа шақыру, жамандықтан қайтару біздің дінімізде ол ең үлкен міндеттерден. Бұл біздің үмметтің негізгі қасиеті. Сондықтан біздің үммет негізі реформатор үммет болу керек. Реформа жасайтын, яғни реформа деген не? Дүзететін, жаманды жоқ қылуға, жақсыны одан сайын дамытып асыруға атсалысатын үммет болу керек. Біздің үмметтің ерекшелігі сол. Біздің әр қайсымыздың бойымызда сол қасиет, сол ерекшелік болмаса, онда Алла тағала сипаттаған үмметтің бір мүшесі болмай қаламыз.